Сәлем барлығыңа. Алдыңғы сабақта айтқандай, алдыңғы сабақтың соңында мен айтып өткем, келесі видео осы present perfect tense-ге жаттығу жасауға арналған бірнеше мысалдар болады деп. Осы видеода сол present perfect жақсылап түсіну үшін көбірек мысалдар болады. Ал present perfect қалай жасалады? Present perfect осы көмекші етістік және негізгі мағыналы етістік. Етістіктің үшінші формасы past participle арқылы жасалады деп айтқанбыз. Міне broken деген break, broke, broken деп жаттаймыз. Break деген етістік, ол сындыру деген сөз. Соны жаттап алып, осы сен көзілдіріңді сындырып алдың деген сөйлемді айту үшін you have broken your glasses деп айтамыз. You have broken your glasses. She has read this book. Ол бұл кітапты оқыған. Міне read деген етістік, оқу. Read, read, read деп жаттаймыз. Бұл да дұрыс емес етістік. Read, read, read. She has read this book. I have started a new job. Мен жаңа жұмыс бастадым. Start ол дұрыс етістік, еди жалғанды. I have started a new job. Мен жаңа жұмыс бастадым. Осылай сөйлемдер құрап айтамыз. Келесі беттерде осындай сөйлемдер беріледі қазақша. Және де ағылшынша сөздердің бәрі беріледі, тек қана етістіктер ғана берілмейді. Сол етістіктерді, көмекші етістік және негізгі етістіктерді өз орнымен қолдану керек болады. Мен мұнда 5 жыл жұмыс істеген. Жұмыс істеу, work, дұрыс етістік. I have worked here for 5 years. Сен мұнда қазірге дейін 3 жыл тұрдың. Сен мұнда 3 жыл тұрдың. Live, дұрыс етістік ол да. Соңына иди жағап айтамыз. You have lived here for 3 years. Ол бала осы сәтке дейін, ол бала 2 сағат ұйықтады. Ол бала 2 сағат ұйықтады. Ол ұйықтау, sleep деген етістік. Міне дұрыс емес етістік. Sleep, slept, slept. Осындай үш формасының ең соңғы формасын қолданып, оны қалай айтамыз? He, үшінші жағы жекеше түрде has болады. He has slept for 2 hours. Біз кілтті жоғалтып алдық. Нәтижесінде үйге кіре алмай отырмыз. Далада отырмыз қазір. Біз кілтті жоғалтып алдық. Жоғалту, lose. Дұрыс емес етістік. Lose, lost, lost. Сонымен, we have lost the key. Мен сыртта құлыптанып қалдым. Құлыптанып қалу, құлыптау деген lock деген дұрыс етістік. Өзін есікті кейде жауғанда кейбір есіктер, замоктар сондай болады, құлыптар құлыптанып қалады. Сондай кезде мен сыртта құлыптанып қалдым дегенді, далада отырмын, далада қалдым дегенді I have locked myself out. Out деген сыртта деген сөз. I have locked myself out. Менің анам кілтін ұмытты. Далада отыр ол кісі де қазір. Ұмыту, forget. Дұрыс емес етістік. Forget, forgot, forgotten. Сонымен my mother, ол үшінші жақ жекеше түр. Көмекші етістік қалай болады? She has деген сияқты. My mother has forgotten her key. Мен жаңа ғана оған текст жібердім. Текст дұрыс етістік. I have just texted him. Сен соңғы кезде анаңа телефон шалдың ба? Соңғы кезде дегенді recently. Осы present perfect пен айтылатын сөздердің бірі. Кейінгі кезде деп аударылады кейде қазақшаға. Бұл сұрау белгісі
көмекші етістіктен бастаймыз. Call, дұрыс етістік ол да. Have you called your mother recently? Келесі сөйлем ол қыз кейінгі кезде досымен сөйлескен бе? Speak, spoke, spoken. Осы дұрыс емес етістік. Бұл да сұрау белгісі. Has she spoken with her friend recently? Бұл менің бірінші рет жүзу бассейнінде болуым. Осындай сөйлемді біз ағылшынша This is the first time that I have ever been in the swimming pool. Осылай айтамыз. This is the first time that. This is the fifth time that. Да, сол сияқты. Келесі сөйлем. Ол мұны саған 5-ші рет айтып тұр. Tell. Оның формалары tell, told, told. This is the 5th time that she has told you this. This is the 5th time that she has told you this. Сен дәл осы сұрақты 3-ші рет сұрап отырсың. It's the 3rd time that you have asked the same question. It's the 3rd time that you have asked the same question. Бұл менің 2-ші рет қана опера көруім. This is only the 2nd opera I have ever seen. Or this is only the 2nd opera I have ever seen. Біздің топ әзір ғана ойынды жеңді. Win 1-1. Жеңу етістігі дұрыс емес етістік. Win 1-1. Our team, біздің топ, ол 3-ші шақ жекеше түрге жатады. Our team дегенде көп адам болғанымен, ол сөз 3-ші шақ жекеше түр болып есептеледі. Бір ғана сөз. Our team has, сондықтан has болады. Our team has just won the game. Олардың тобы әзір ғана ойында жеңілді. Жеңілу, ойында жеңілу, ол lose деген дұрыс емес етістікпен айтылады. Lose, lost, lost. Their team, олардың тобы, has just lost the game. Олар қашанда ойынды жеңген бе? Олар ойынды жеңген кезі болған ба? Деген сөз. Көмекші етістіктен бастаймыз сұраулы сөйлемді. Көпше түрде, 3-ші шақ көпше түр. Have they won the game? Have they won the game? Такси әлі келмеді ме? Немесе қысқаша такси әлі келмей жатыр ма деп айтамыз қазақша. Такси 3-ші шақ жекеше түр, көмекші етістік, соған орай қалай болады? Бастаймыз arrive, дұрыс етістік, сонымен has деп айттық қоя, дұрыс. Has the taxi arrived yet? Yes, it has. Міне, it has дегенде мына көмекші етістік толығымен айтылады. It's деп айтпаймыз. The train, train деген жаңа ғана келді, бұл поезд. Поезд 3-ші шақ жекеше түр, сонымен айтамыз. The train has, дұрыс, has just arrived. Оның ұшақ рейсі жаңа ғана келді. Оның қыздың деген сөз, flight, ұшақ рейсі. Ол да жекеше түр, 3-ші шақ жекеше түр, сонымен her flight, land, дұрыс етістік. Her flight has just landed. Сен Испанияда болғансың ба қашанда? Жоқ, болған емеспін. Сұраулы сөйлем.
көмекші етістіктен басталады. Have you ever been to Spain? No, I haven't. Ол қыз бұрын соңды Түркияда болған ба? Иә, болған. Тағы да сұраулы сөйлем көмекші етістіктен басталады, үшінші жақ жекеше тұр. Has she ever been to Turkey? Yes, she has. Сен қашанда лобсты жеп көргенсің бе? Жоқ, мен жеп көрмегенмін. Have you ever eaten lobster? No, I haven't. Толық жауап, I have never eaten lobster. I haven't eaten lobster ever. Осылай екі түрлі айтуға болады. Осы сияқты сен өмірде сондай жасап көргенсің бе? Сен қашанда сондай жасап көргенсің бе? Бұрын соңды солай жасағансың ба? Жегенсің бе? Мысалы, суши жеп көргенсің бе? Have you ever eaten sushi before? Осындай сұрақтарды осы жақта present perfect қолданып айтамыз. Мен шаңғы тебуге бара алмаймын, себебі мен тобығымды сындырып алдым. Тобығым, my ankle. I can't go skiing because I have broken my ankle. Сіз маған таныс көрінесіз. Біз бұрын кездескенбіз бе? You seem familiar. Have we met before? Машинаны тазалай қоясың ба? Әлде қашан тазалап қойған? Could you clean the car? I have done it already. Or I have done already. Сен қайда болдың? Мен балалармен далада болдым. Болу етістігі, дұрыс емес етістік. Be, was, were, been. Бұл сұраулы сөйлем. Қайда болдың деген сұрауда, қайда деген сұраулы сөз бірінші келеді, содан кейін көмекші етістік. Where have you been? Where have you been? I have been out with the kids. Мен балалармен сыртта болдым. Сен балалармен далада қанша уақыт болдың? Сұраулы сөз how long? Содан басталады, содан кейін көмекші етістік. How long have you been out with the children? Yeah, kids деген америкалықтар көбінесе kids дейді балаларды, британдықтар children деп айтады. Сен бұл аптада балалармен неше рет ойнадың? Неше рет? How many times? Play, дұрыс етістік. How many times have you played with the kids this week? Бұл сөйлемде осы етістікті мен екі шақта мысал ретінде, салыстыру ретінде тағы да келтірдім. Write деген етістік, ол жазу. Мен дұрыс емес етістік. Write, wrote, written. Өткен жақта біз оны I wrote 6 emails yesterday. Yesterday, кеше деген сөз. Мен кеше 6 email жаздым деген сөз. I have written 6 emails since morning. Мен таңертеден бері 6 email жаздым деген сөз. Сонымен осындай екі сөйлемді. Бірінші сөйлемде біз өткен шақты білдіретін сөзбен айтып тұрмыз. Екінші сөйлемде біз since morning бұл уақытты білдіреді, бірақ ол өткен уақыт емес. Бүгін азаннан бері деген сөз. Сондықтан бұл жерде біз present perfect қолдандық. I wrote
yesterday, 1 hour ago, 1 сағат бұрын деп айтатын болсақ, онда I wrote деп айтамыз біткен істі. Ал біткен іс, бірақтан ол өткен шақта емес, қазіргі шақпен байланысты бүгін болып тұр. Сондықтан I have written 6 emails since this morning. Сол сияқты келесі мысалда сондай. Мен азанда душқа түстім. Азанда деген таңертең деген сөз тұр. Сондықтан бұл жерде біз I took shower in the morning. Мен қазір ғана душқа түстім. Бұл қазіргі шақпен қазірмен байланысты, біткен іс, бірақ қазірмен байланысты. Деп айтамыз бұны I have taken shower just now. Мен қазір ғана душқа түстім. I have taken shower just now. Және мына жерде де екі шақты салыстырып отырмын. Мұнда present simple. How long are you here for? Мына to be'дің жіктелуі екінші шақ жекеші түрде. How long are you here for? Деген сөйлемнің мағынасы. Сен мұнда қанша уақыт боласың? How long have you been here for? Present perfect пен айтатын болса, оны сен мұнда қанша уақыт болдың? Немесе сен мұнда қашан келдің? Қашаннан бері сен мұндасың деген сөз. Ал бірінші сөйлем ол сен қашан қайтасың? How long are you here for? Қашанға дейін мұнда боласың деген сөз. How long are you here for? How long have you been here for? Сонымен бұл екі сөйлемнің мағыналары міне төменде берілген. Келесі мысал, my brother is a dentist. My brother is a dentist. Бұл жерде present simple is деген to be'дің жіктелуі үшінші шақ жекеше түрде. How long менің ағам тіс дәрігері деп айтып отырмыз ғой. Енді сол ағаң жайлы біз көбірек білгіміз келсе, енді сенің ағаң қанша уақыттан бері тіс дәрігері болып жұмыс істеп жүр? How long has he worked as a dentist? Деп айтамыз. How long has he worked as a dentist? He has worked as a dentist for 6 years. Ал енді соны тағы to be мен айтатын болсақ, how long has he been a doctor? How long has he been a doctor? He has been a doctor for 6 years. Бұл бетте екі дұрыс емес етістіктер be, go. Be міне ол ерекше етістік. Ол жақта is болып жіктеледі, was, were өткен жақта, және бүгін бізге керегі been. Және go етістігі go, went, gone. Сен бүгін жұмыста болдың ба? Жоқ, болмадым. Сұралды сөйлем көмекші етістіктен бастаймыз. Have you been to work today? No, I haven't. Сенің інің бүгін колледжге барды ма? Иә, ол барды. Бұнда үшінші жақ жекеше тұр, сондықтан көмекші етістік не болады? Has your brother gone to college today? Yes, he has. Has your brother gone to college today? Тағы осы сияқты бүгін колледжге барды ма? Осы аптада ол колледжге барды ма? Немесе осы жылда сен каникулға бардың ба деп сұрайтын болсақ, осындай осы жыл әлі біткен жоқ, осы ай біткен жоқ, мысалы осы апта біткен жоқ, бүгінгі күн де біткен жоқ, сондықтан олар өткен шақ болып есептелмейді. Осындай типтес сұрақтарды біз present perfect қолданып айтамыз. Have you been on holiday this week? Have you been on holiday this year? Have you been on holiday this month? Деген сияқты, сен осы жылы каникулда болдың ба? Немесе осы аптада сен каникулда болдың ба? Деген сұрақтар. Бұл беттегі етістіктер study, дұрыс етістік, оқу, listen деген бұл етістік
to prepositionмен жүреді. Бір нәрсені біреуді тыңдау. Listen to somebody or listen to something. Wear, кию, дұрыс емес етістік. Wear, wore, worn. Сіз мұны қанша уақыттан бері оқып келесіз? How long have you studied it? Ол қыз бұл әуенді көп рет тыңдаған. Үшінші ақ жекеш түр. She has listened to this music for many times. Мен бұл көйлекті көп рет кигем. I have worn this dress for many times. Науқас адам өз дәрілерін қабылдады ма? Науқас адам орыс тілінде пациент деген сөз осы ағылшын тілінен ауысып барған. Patient, the patient. Medicine, дәрі. Қабылдау дегенді біз take деген дұрыс емес етістік арқылы жасауымызға болады, айтуымызға болады. Take, took, taken. Сонымен бұл сұрақты біз көмекші етістіктен бастаймыз. The patient деген үшінші ақ жекеше тұр. Сонымен неден бастаймыз? Көмекші етістік дұрыс. Has ден бастаймыз. Has the patient taken his medicine? Келесі, мысалы, жаңа жұмыскерді a new starter дейміз. Келісім шарт, the contract, қол қою, sign, дұрыс етістік. Бұл жерде болымсыз сөйлем жоқ деп тұрмыз. Сонымен не деп айтамыз? A new starter, үшінші ақ жекеше түр, көмекші етістік has болады. Сонымен болымсыз түрде a new starter hasn't signed the contract as yet. As yet деген әлі деген сөз. Әзірге немесе келісім шарт тәмамдалды ма? Келісім шарт, the contract. Бұл жерде тәмамдалды ма деген passive voice деген бар. Be finalized деп айтып тұрмыз. Сондықтан бұл жерде be'ді біз жекейміз. Үшінші формасын айтамыз be'дің. The contract үшінші ақ жекеше тұр. Сонымен оны біз has the contract been finalized деп айтамыз. Has the contract been finalized? Келісім шарт тәмамдалды ма? Осымен біздің бүгінгі мысалдарымыз present perfectке арналған тамам. Present perfect tense-тің жасалуы және ол tense-ті қандай мысалдарда, қандай жағдайда қолдану керек екенін түсіндіңдер деп ойлаймын. Олай болса, келесі сабаққа дейін сау болып тұрыңдар. Bye bye for now.